Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен моцарелла сырын жасаймыз. Өте оңай жасалады. Құрамында 2 заттан ғана жасалатын моцарелла. Ең алдымен газға 4 литр сүтті ысытып аламыз. Ыстықтығы қол тигізетіндей болу керек. Қатты ыстық керек емес. Одан кейін 9% уксусты басында 2 үлкен қасық құямыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Міне араластырып жатқан кезде осындай уыздары бөліну керек. Осылай аппақ болып бөлінеді. Одан кейін тағы да 2 үлкен ас қасық тағы да уксусымызды құямыз. Сосын тағы да араластырамыз. Міне осылай түйіршік болып осылай бөлінеді. Сосын бөлек сеткіға салып аламыз. Газдың астын өшіріп қоясыздар. Сосын осылай сары суларын бөлек ағызып тастайсыздар. Міне осылай видеодағыдай мыжып суын бөлек ағызып тастайсыздар. Сары суды. Енді осылай тексеріп көреміз. Осындай созылмалы болған кезде дайын болды деген сөз. Моцарелла сырымыз осындай созылмалы болу керек. Міне созған кезде созылып тұрған дұрыс. Қайта суымызға салып малып аламыз да, қайтадан осылай созамыз. Моцареллам үлкен болып шыққаннан кейін осылай 2-ге бөліп алдым. Енді осылай домалақтаймыз. Осылай сары суын әбден сығып, осылай домалақтап аласыздар. Міне созғанда осылай созылмалы болып тұрса, моцарелламыз дайын болды деген сөз. Қатты ысытып, суда көп ұстауға болмайды. Әйтпесе кері айналым болуы мүмкін. Жасаған сырымыз еріп кетуі мүмкін. Іріп кетуі мүмкін. Енді дайын болған моцарелла сырды бөлек бір ыдысқа қойып, үстіне 1 литр су құямыз, суық су құямыз. Және үстіне 2,5 ас қасық тұз салып, 2 сағаттай қойып қоясыздар. Міне біздің моцарелла сырымыз дайын болды. Құрамында 2 заттан ғана жасалады. Өте оңай әрі тез жасалады. Бар жоғы 20 минут қана кетті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге жазып кетіңіздер.